Сәлем достар, бешбармақтың қамырын қонақ келгенде абыр-сабыр болып жайып жүрмей, алдын ала жайып осылай дайындап қоямыз. Қамырларыңыз жабыспай осылай қағаздай болып түседі. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға ұнды өлшеп аламыз. Одан кейін қайнап суыған суымызды өлшеп, ішіне тұз салып араластырамыз. Және ішіне кішкене 2 қасық сұйық май қосып жібереміз да. Ұнымызға жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды басы біріккенше илеп болғаннан кейін осылай пакеттің ішіне салып қойып 1 сағаттай тындырамыз. Қамырымызды 20 минут сайын илеп қоюды ұмытпаңыздар. Жақсылап июі қанған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп золалап бөліп аламыз да. Менде кішігірім 4 зола шықты, немесе 2 үлкен зола шығады. Ең бірінші осылай қолмен жұмсартып, кейін осылай оқтаумен жайып жіберіп жұмсартып аламыз да, оны себе отырып жұп-жұқа қамыр жаямыз. Арасына он себе отырып, оқтауымыздың 2 жағын басып, қамырымызды жаямыз. Одан кейін ең соңында осылай жақсылап ұн сеуіп бір жайып жібереміз да, кесілген қамырымызды одноразовый салафанға салып, тоңазытқышта сақтаймыз. Қонақ келердің алдында қамырымызды 15 минут бұрын шығарып, сорпамызға салып пісіріп алсақ болады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.